Қайырлы кеш достар. Бүгін Турасын айт бағдарламасының қонағы Батыс Қазақстан облысының бас имамы Бақытжан Құралбайұлы. Бақытжан аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Рахмет, шақырғанымызды қабыл алғаныңыз үшін. Турасын айтуға дайынбыз ба? Дайынбыз деп ойлаймын. Ендеше сұрақтардың ішіндегі ең қиын сұрағынан бастайын. Бәлкім жүрекке салмақ түсіретін сұрақ болар. Қаңтар оқиғасы. Енді баршамызға мәлім, елді елеңдеткен оқиға. Түрлі нәрселер болды, өзгерістер болып жатыр. Соның ортасында жүрдіңіз. Елді, сол жерге шыққандарды тоқтаттыңыз. Сол жерде болғандағы ойыңыз қандай болды? Сезіміңіз, ең алдымен не ойладыңыз? Енді қалай айтсақ болады екен. Қазір уақыт өтті, бәрі біткеннен кейін айту оңай. Ол жердегі ойымыз мынандай болды, ол жердегі мынандай нәрсе, ол кезде мен мынандай болдым деп жаңағы әртүрлі нәрселерді айта беруге болады. Бірақ шындығында сол сәтте келген кезде сондай айттым ғой, сол жердегі жаңағы сөйлеп тұрған кезімде де жаңағы имамдарды жібердік, тамақ тасуға, сол имамдар жаңағы ішіп жүрген адамдарды бар екенін айтып келгеннен кейін осы жерге келіп отырмыз деп, соны келе жатқан кезде енді басқарма, діни басқармамыз өзіміздің муфтиятқа хабарласып, ол кісілерден ал енді осындай міне не айтуға жаңағы көмектесіңіздер, не айтуға болады деп ақылдарыңызды айтасыңыздар деп сұрап келатырмыз. Сонда сұрайды, ол кісілер тыңдайды деп ойлайсың ба халықты? Менде бір халық қазір алдына шығып сөйлесем, тыңдап кетеді деген ойда болған жоқ. Бірақ бір сол халықтың алдына шығып сөйлеу керек болды. Бірақ енді Алланың қалауымен енді ол өзіміздің, қазір мақтанып айта аламыз, өзіміздің Батыс Қазақстан облысының халқының бір жаңағы зиялылығының бір көрінісі деп ойлаймын. Өйткені сол жердегі жаңағы біздің атамыз қазақ осынша кең байтақ жерімізді арақ ішіп жүріп қорғаған жоқ деген бір ауыз сөз айтылған кезде шу ете қалып сол жерден барып тоқтауы, сөзге тоқтауы бұл өзіміздің халқымыздың, осы батыстық халықтың зиялылығының бір көрінісі деп ойлаймын. Тоқтады, Алланың қалауымен бізді тыңдады, сөзіміз өтті. Енді одан кейінгі жағдайлар қалай болады? Енді ол жерде артты кейінгіні не болады деп ойлап тұратын енді мүмкіндікте уақытта болған жоқ. Бірақ Аллаға шүкір, сол жағдай өткеннен кейін, солдан кейін президентіміз құрмет орденін беріп, сол жағдайда болғанымыз үшін облысымыздың басшыларын қабылдап, басқа да жақсы шаралардың бастамасы болуына себепкер болып кетті соңында. Бірақ дәл сол сәтте енді мен қазір шығамда бір ауыз сөзімен халықты тоқтатып тастаймын да, содан кейін бір герой атанып кетем деген ой келген жоқ. Ондай болды деп айта алмаймыз. Енді президентіміз сол оқиғаға қатысты сол кезде жанашыр болған азаматтарды елеусіз қалдырған жоқ. Жаңа өзіңіз де айтып жатсыз, марапат алдық деп. Біздер жастар сізді кәдімгі әлеуметтік желіде, енді оның ортасында болған жоқпыз. Барлығымыз отбасында болдық, сол жерде балаларымыздың қасында болдық, тілеп отырдық. Бірақ әлеуметтік желіде сіздің сол бір халықтың алдында сөйлегеніңізді көріп мақтандық жастар. Көпке шынымен үлгі болдыңыз. Мен ойлаймын, сол бейне жаңағы түсірілімді көрген әрбір жас сіз үшін сізбен мақтанды деп ойлаймын. Сізбен сұхбатты тікелей осыдан бастағым келді. Өйткені жаңа айтып отырсыз, мен батыр болам деп ойламадым деп, елді тыныштыққа шақырдым деп. Сол кезде тыныштықтың бағасын бағалай алдыңыз ба? Қорқыныш, үрей сезім болған жоқ па? Енді бірінші қорқыныш біздегі болған халық үшін елдің тыныштығы, ең бірінші халықтың тыныштығынан айырылып қалу қорқынышы барлық нәрседен басым түсетін бұл. Өйткені барлығымыз бұғып отырған сәтте ол халықтың, елдің тыныштығын бұзып алу қаупі төніп тұрған кезде
ол өзімнің жаңағы менің үйім шеткері, маған жау әзірге келе қоймайды деген отырыс, ол бір білмеймін, енді жараспайтын сияқты көрінді. Бірақ сол жерде бір өзім үшін деген қорқыныш болған жоқ. Жеке басы үшін деген. Және де ол сол бір жаңағы шыққан не арқылы, жаңағы елдің алдына шығу арқылы бір өзіме ұпай жинаймын дегенде де ой болған жоқ. Өйткені ертеңіне сол жерде бейнеге түсірген Айболат інімізге хабарласып айтамын, Айболат, мына видео ешкімге тарап кетпесін. Әлеуметтік желіге салмай-ақ қойыңыз, тұра берсін. Жақсы, Айболат салған жоқ. Содан кейін Абзал құрдасым, досым, ол кісі жаңағы 10 күнге деп жауап тастады. Енді бір аптадан кейін, бір аптаға жетпей шығып келді ғой. Шығып келгеннен кейін таңертең тұрсам, әлеуметтік желінің бәрі жаңағы шулап жатыр. Қып-қызыл болып жанып кеткен. WhatsApp'та да қып-қызыл, жаңағы Facebook'та қып-қызыл. Кіріп қалсам, жаңағы мені белгілеп салып жатқан нелер. Содан әбекеге шығам, әбеке, мына салмай қойыңыз да керек еді негізінде деп. Бірақ сол кезде біреу мені түсіріп тұр екен, біреу бір әлеуметтік желіге салып жібереді екен, бір сол жерде бір ұпай жинап елдің алдында бір өзіме бедел жинап алайын деген ондай ой ол жерде болған жоқ. Негізі шындығына келген кезде, бірақ ол егер ол әлеуметтік желі түсірмесе де, ол жерде ешкім ешқандай телефонға, басқа видеоға ештеңеге түсірмесе де, бәрібір ол шығатын нәрсе еді. Бірақ арты енді сондай болды, Аллаға шүкір. Жаңа өзің айтқандай жастар мақтандық деп жатыр. Енді сол жастарға бір үлгі болатындай бір нәрсе істей білудің өзі, әйтеуір өзіміздің дін насихатының, осы Алланың хақ жолын насихаттап жүруде, осы хақ жолындағы ең бір жанды нәрсе Алла Тағала, ол сендерді ұлттар мен ұлыстарға бөлдік, бір-бірлеріңді танып білу үшін деген аятта біздің, мысалға, осы қазақ деген ұлтты өзіміз таңдап алмағанымыз, осы ұлтты бізді Алланың қалауымен осы ұлттың өкілі болғанымыз. Енді осы ұлттың өкілі болуымыз Алланың бізге деген мейірімі болса, сол Алланың бізге деген мейірімінен айырылмай, оны қорғауға, насихаттау бұл діннің, діннің бұл қағидасы, ережесі. Алла Тағала бізге ескертіп тұр, мен сені осы қазақ деген ұлт етіп жараттым, өзіңнің ұлтыңды басқаларға таныстыру үшін. Мен де мынандай ұлттың өкілімін деп таныстыру үшін мен сені осы ұлттың өкілі қылып жараттым. Енді деп сол ұлтыңды енді елге осы Алланың осындай ұлтты жаратуының себебі осы ұлттың құндылығы осы нәрсе деп көрсету үшін, ол біздің әрқайсымыздың міндетіміз. Діннің насихаты осы нәрсе. Міне осы кезде жаңағы осы ұлттық болмысымызды көрсетуге дін өзіміздің насихаттап жүрген дініміздің жолындағы бір сәл де болса септігіміздің тигені, ол мен үшін де сәл де болса жаңағы бір пендеміз ғой, бір мақтаныш сыйлайтын нәрсе деп айтуға болады. Рахмет. Шынымен де былай қарағанда күнделікті тұрмыс тіршілікте, кәдімгідей өтіп жатқан өмірде ұлтты сақтап қалу, оның тыныштығы деген нәрсеге көп ойлана бермейміз. Мән бере бермейміз. Ал жаңа сіз айтып отырғандай, әрбіріміз, әр ұлт, әр қазақ соған жауапты. Енді үлкен сұрақтан, жаңа айтып кеткендей жүрекке салмақ түсіретін сұрақтан бастап жатырмын. Соның ішінде оның ойланып кететін тұсы да бар. Жаңа айтып отырған мақтаныш кернейтін кезі де бар, шулап қып-қызыл болып жатқандағы эмоцияңыз бар, бірақ барлығына сабырлық танытып отырсыз. Жалпы қазақта сабыр түбі сары алтын дейді. Дінде де сабырлықты адамның жаңағыдай бір қасиеттерінің ең кемелдігі деп бағалайды. Сіз өзіңіз сабырдың маңызы қандай деп, қандай баға берер едіңіз? Енді бұл жерде пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, мынандай бір керемет хадисін бізге жеткізген. Сол хадисте айтады, сабыр бұл мұсылманнан басқаға бұйырмаған бақыт дейді. Яғни сабырлы болу бұл мұсылманның ең үлкен сыйы. Одан басқа дін өкілдеріне берілмеген бақыт. Яғни адам баласы сол жаңағы сабырынан айырылған сәтте осы нәрсе, осы хадис есте болатын болса, кез келген адам түсінеді. Мен тек қана мұсылманға берілген бақытым бар еді, сабыр деген. Одан айырылсам, онда мұсылмандығымнан да айырылғаным емес пе? Деген жаңағы адамды тоқтататын үлкен бір не болады, тежегіш.
Өйткені бұл сабыр ол тек мұсылманға берілген бақыт. Біздің өзімізді мұсылманбыз деп айтуымыз үшін мысалға осы уақытқа дейін бізді тәрбиелеген, біздерге жол көрсеткен қанша сонау жаңағы Қожа Ахмет Яссауидан бастап бері қарай келе жатқан Әбу Насыр әл-Фарабиларымыз бар, Игнеке қанша тарихтағы атақты тұлғаларымыздың бәрінің көрсетіп кеткен жолы осы исламның жолы, мұсылмандық жолы болса, сол мұсылмандықтың бір үлкен құндылығы ол сабыр. Ол қандай кезде де салқынқандылықты сақтау. Пайғамбарымыздың келесі бір хадисінде айтады, ең мықты сабыр ол соққының алғашқы тиген кезінде дейді. Соққы келген кезде, қиыншылық келген кезде, қандай бір ауыр соққыға, ауыр жағдайға түскен кезде сабыр ету, бұл шынайы сабыр дейді. Одан кейінгісі ары қарай мәжбүрлік деп айта берсе болады. Керемет айтылған. Иә. Сонда соққы тиген кезде сабырлықты сақтап қалу бұл ең үлкен құндылық. Бізде енді біз мән бермейміз кейде. Жоқ, шыны керек мән бермей жатамыз. Кейде сабырды бәріміз айтамыз. Ана бір өте бір құнды бір мәнді бір оқиға бар ғой. Бір кісі білім іздеп отбасын құрғаннан кейін бір күн отырып осы ізденгісі келіп оқығысы келеді, білім іздеп елден кетіп қалады. 20 жыл білім іздейді. 20 жыл білім алып елге айтып келе жатқан кезде бір үйде қонақта отырып, қайдан келесің, жөн сұрасып, құдай қонақ болып жөн сұрасып отырса, осы 20 жыл бойы білім іздеп келдім. Мен 20 жыл білім іздеген екенсіз, сол білімнің енді негізі, ең бастауы не екен, соны білдің бе деп сұрайды екен. Білімнің бастауы бисмилля, білімнің бастауы ізденіс, біздің білімнің бастауы ең бірінші баспалдағы әріп танып бастау деп жаңа әртүрлі жолдар десе, жоқ. Енді не десе, білімнің бастауын білгің келсе, менде 5 жыл құлдықта қызмет жаса, сол кезде айтамын дейді екен. Соны ары ойланады, бері ойланады. Содан кейін енді 20 жыл бос білім алып, елге барған кезде білімнің бастауы десе, оны білмей тұрсам, онда ел не білім алдың деп айтар қой. Ақыр 20 жыл кетті, 5 жыл түк емес деп құлдыққа келісіп 5 жыл құл болады жаңағы. 5 жылдық жаңағы уақыты біткеннен келісілген уақыт айтады, ал енді мен уәдемде тұрдым, 5 жыл отыңызбен кіріп, күліңізбен шықтым, енді білімнің басы не екенін айтыңызшы маған дейді. Білімнің басы сабыр дейді ана кісі. Анау ашуланып кетеді, айтады, сіз қаласаңыз мен сабыр туралы дейді. Сізге тәулікке соғып уағыз айтып бере аламын дейді. Сабыр туралы қанша насихат айтып бере аламын дейді. Сонда ана кісі күліп қарайды, ол айту оңай дейді. Сабыр туралы айту оңай, бірақ сабырлы болып қалу ол басқа нәрсе дейді. Сондықтан бізде айтамыз өмірімізде сабырлы болу керек, біз өйтуіміз керек. Бірақ жаңағы соққы тиген кезде жаңағы пайғамбарымыздың хадисінің жаңағы көрінісі көрінеді. Алғашқы соққы келген кезде біздің сабыр етіңдер деп жүрген сөзіміз шындығында өзіміздің жүрегімізден шығып жатқан нәрсе ме? Жоқ әлде сабыр етіңдер деген нәрсе бұл жаңағы әжейін жаттанды сөз бе? Соның көрінісі осы соққы тиген кезде көрінеді. Неге мен сабыр туралы сұрадым? Өйткені сол оқиғадан шынымен де халықтың сабырлығы алып шықты. Сол себепті мынау біздің көрермендер, жастар аудиториясына осы сұхбатты тыңдай отыра өздеріне бір ой түйсін. Ол жерде қандай сөзге тоқтау бір бөлек, одан қалды сабыр сақтау бір бөлек. Енді сәл біздің диалогымыз жаңағыдай ауыр нотада болмасын, сондықтан да қоғамдағы мазалайтын, кәдімгідей күнделікті өмірде дінге байланысты жалпы қоғамда қойылатын сұрақтарды айтып кетсек, соған жауап айтып кетсеңіз, тек қана маған емес, бізді тыңдап, бізді көріп отырған көрермендер, әлеуметтік желі пайдаланушылар да өздеріне ой тоқып алар. Ысырапшылдық қазір қоғамда орын алып отыр. Осы жөнінде не айтар едіңіз? Және сіздің тараптан қандай нәрселер жасалып жатыр? Осыны тоқтату үшін. Енді Алла Тағала Құранда да айтады, ішіңдер, жеңдер, киіңдер, бірақ ысырап етпеңдер дейді. Яғни кез келген нәрсенің өзінің шеңберінде пайдалану, өзінің деңгейінде одан асып кету, ол ысыраптыққа, одан қысып қалу, ол сараңдық қалып барады. Осы сараңдықтан жоғары, ысырапшылдықтан төменгі деңгейді ұстап тұру, бұл орта жолы. Ең үлкен, ең негізгі ортасы. Шариғатымызда айтылады, ислам діні ол орта жол деп айтуға, барлық нәрсесінің ортасын біле білу.
ұстай білу. Міне сол жерде осы ысырапшылдыққа өкінішке орай біздің қоғамда өте қатты жол берілген. Ол жолда енді шындығында қарасаңыз жаңағы қаралы жағдайлар болып жатады. Енді тойға біз араласпаймыз. Той әркімнің өзінің қуанышы өзі білер деп. Бірақ мына қаралы жағдайлар орын алып жатқан кезде дастарханда соншалықты аста төк, дастархан тек қана ана дастарханның үстіне торттың басқасын әкеліп қойсаң, тойдың дастарханынан айырмашылық жоқ. Соншалықты ол дастарханның біреулер шамасы келмесе де жаңағыдай кредитке кіріп, басқа да жағдайға кіріп, қарызданып, қауғаланып, одан ары кетсе жаңа процентке ақша алып деген сияқты, сол әйтеуір мынау өмірден кеткен адамды шығарып саламыз деп шашылып жатады. Қазақтың мақалының өзі айтады ғой, өлім байдың малын шашады, кедейдің артын ашады дейді. Өкінішке орай кей кездерде сондай артымыз ашылып қалатындай жағдайға дейін алып баратын орындар болып жатады. Соның алдын алу үшін біз Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы арнайы осы бағытта мынау ненің қаралы жиынның дастарханының мәзірін жасады. Діни басқарманың бекітіп берген жаңағы мәзірі, бұлардың бәрі де бір жүйеге қойылу үшін қоғамның өзі сол нәрсеге дайын болу керек сияқты. Біз қоғамның өзін осы ысырапшылдыққа дайындауға еңбектенуіміз керек. Өйткені мынау қазақта біреуді түзеткің келсе, бірінші өзіңді түзет деген ереже бар ғой. Сондықтан біз әрқайсымыз өзіміздің отбасымызда болғанда, өзіміздің жағдайымызда болғанда осы айналамызбен осы ысырапшылдықтың алдын алу жолындағы жұмыстарымызды жайлап жүргізіп жатырмыз. Алдағы уақытта осы өзіміздің отбасы, өзіміздің шаңырақ, өзіміздің достардың айналасынан ары қарай шығады деген ойдамыз, Алла қаласа. Алла қаласа. Бұйырсын, шынымен де. Жаңа айтып кеткендей, қоғамдағы өзекті мәселелердің бірі осы ысырапшылдық, және бәлкім мен ата-ана болғасын ба, балаларым мектеп жасында болғасын ба. Екінші бір өзекті мәселе, мектеп оқушылары ораза ұстайды. Бұл қаншалықты дұрыс? Енді дұрыс деп айтқаныма ренжімеңіз енді. Барлығымыз білеміз, жаңағыдай қай жастан бастап ұстауы қажет. Бірақ енді өзіңіздің ойыңызды білдіріп кетсеңіз, сосын тағы да мен бір сұрақ қоямын осы бағытта. Мен өзім үлкеніміз атасы мен әжесінің баласы. Енді мені тәрбиелеген әке мен шешенің баласы. Енді осы әжесі сол үлкен немересін 6 жасынан бастап оразаға үйретті. Өзі таңертең сәресіге бізбен бірге оятады. Соны түстің уақыты болған кезде, балам қарның ашты ма? Жүр ауыз ашамыз дейді. Сөйтіп ана бала тамақ береді. Ана тамағын жеп қойған қарның тойды ма дейді. Тойды десе, онда ары қарай оразаңды жалғастыр дейді. Мен ана бала мәз болып бізбен бірге ораза ұстадым деп сөйтіп жүреді. Содан 10 жастан асқан кезінде ол бала емін-еркін ораза ұстайтын деңгейге жетті. Яғни бұл жердегі не? Бірінші ана баланы сол ораза ұстау деңгейіне тәрбиелеу. Ашығуға тәрбиелеу емес, ораза ұстауға тәрбиелеу деген нәрсе бар. Бізде қазір енді сәнге айналып бара жатыр ғой. Иә. Пайғамбарымыздың хадисінде да бар. Не дейді? Алла тағала сендердің ашыққандарыңа мұқтаж емес дейді. Яғни ораза ұстаудың өзі бір ішіп жеуден тыйылу ғана емес. Көреміз кейбіреулер ораза ұстаған, бірақ ауызда жаңағы былапыт сөздер, не бір жаңағы өсек ғайбаттар кетіп жатады. Бұл оразаға көбінесе келе бермейді. Бұл тек қана ашығу болып қалады. Сондықтан ал енді сол енді отбасында баланы оразаға тәрбиелеу үшін ол балаға рухани байлықты тәрбиелеп бірінші санасына сіңдіру. Мысалға, мен сол атасының баласы жаңағы кез келген олимпиададан бос келген жоқ. Ол математикадан бола ма, ол жаңағы биологиядан, химиядан бола ма, физикадан бола ма, ешқайсысынан олимпиададан бос қайтқан жоқ. Яғни оның жаңағы ораза ұстауы, ашығу емес, ораза ұстауы оның бір білімі алу деңгейіне зиян тигізген жоқ. Ораза ұстау баланың білім алуына, баланың ғылыми жетістікке жетуіне ешқандай зиян тигізген нәрсе емес. Бірақ енді сіз солай тәрбиелеп отырсыз ғой. Өкінішке орай олай тәрбие ала алмайтын отбасылар бар. Соны ары қарай жалғастырғым келіп тұр. Енді бізде бала енді айналаның бәрі ораза ұстап жатыр, мен де ұстаймын деген ашығуға кіріп кетеді, бұл денсаулығын құртып алады кейде. Сондықтан біз енді баланы
ата ана болып, отбасы болып, бірінші осы жолға ораза ұстауға тәрбиелеу, және сол жолда мысалға өкінішке орай кейбір кездерде көріп жатамыз, өте бір көзінде от бар балалар болады. Қарайсың, бір күн намаз оқып бастайды, не болмаса жаңаның үйінде ата анасы намаз оқып бастайды, ана баланы танымай қаласың. Ана баладағы бұрындағы от болып пайда болмай қалады. От сөніп қалады. Яғни кейбіреулер мұсылмандық деген нәрсе бір қоғамдағы жетістіктерге араласу деген нәрсе деп ойламайтын деңгейге түсіп кетеді. Негізі мұсылмандық деген бұл нәрсе емес. Мұсылмандық деген сен сол мұсылмандық жолды ұстану арқылы еліңді қай салада да жоғары деңгейде таныту. Мысалға кезіндегі Алашорданың жаңа жетекшілері айтты ғой, біз білекпен күш сынасқан сәтте ешкімге есемізді жіберген жоқпыз. Ендігі алдымызда келіп жатқан нәрсе білімнің сайысы келіп жатыр. Бұл жолда да біз ешкімге есемізді жібермеуіміз керек деді. Яғни біздің қазақтың сол жаңағы қазіргі мақтанып жүрген қазақ халқының сақталып қалу үшін үлкен еңбек еткен алаштықтардың да бізге үйретіп кеткен қағидасы білім сайысында ешкімнен жеңілмеуге тәрбиеледі. Біз осы жолда ешкімнен жеңілмеуіміз керекпіз. Балаларымызды керісінше қандай жолда болса да балаларымызды білім деңгейін көтеруге ұмтылуымыз керекпіз. Балаларымызды жаңағыдай намаз оқудың екен деп қоғамнан бөлектеп алып кету, сен ораза ұстадың екен деп ана ораза ұстамайтындардан бөлек жүр деп алып кету, бұл керісінше мына ислам дінін жеккөрінішті қылып бір ислам дін деген бір кері тартпа дін деген сияқты көрсететін жағдайға алып келеді. Ислам діні керісінше ғылымға, ислам діні жетістікке жеткізетін, тәрбиелейтін дін. Қарап тұрсаңыз, мысалға кезінде Әбу Наср әл-Фараби ислам дінін қанша насихаттады. Айтпаса қарап тұрсаңыз, Аристотель бірінші ұстаз болса, Аристотельде сол Әбу Наср әл-Фарабиға дейін қаншама шәкірт тәрбиеледі, екінші ұстаздық атақ алуға болатын. Бірақ сол екінші ұстаз атағын, әлемдегі екінші ұстаз атағын сол ислам жолын ұстанып жүрген адам ғана алды, оны ештеңе жоқ. Яғни ол бізге бұл не көрсетілген жол, бағыт, бағдар. Яғни біздің сол осы ислам жолында жүрген бабаларымыз әлемнің екінші ұстазы деңгейіне жететін болса, сол бабалардың көрсеткен жолымен біз бәріміз мықтымыз ғой. Бабаларымызбен мақтанғанға, менің атам мықты деп жаңағы аталарымыздың батырлығын, аталарымыздың жауынгерлігін, аталарымыздың жетістігін айтып мақтанғанда мықтымыз ғой. Бірақ сол аталарымыздай болуға, балаларымызды тәрбиелеуге бізге не кедергі? Сонда сіздің сөзіңіздің тобықтай түйіні баланы тәрбиелеу қажет. Тәрбиелеу. Енді қазір бұл кәдімгідей білім саласында үлкен сұрақ. Ертең сәуір айында Алла қосса жаңағыдай айлардың патшасы Рамазан айы келе жатыр. Бұл мектеп оқушылардың, яғни өзін тәрбиелемей, соған үйретпей, бірден сіз айтқандай тек қана ашығу процесі арқылы оразаны тануға болмайды деп отырсыз. Әрине. Оған өзіңді тәрбиелеу керек, үйрету керек. Өйткені тіпті WhatsApp желісінде де тарап кетті ғой, бір ұстаздың сөзі. Мыналар немене барлығы таңнан кешке дейін ұйықтап отырады, бірін түйіп кетсе, екінші құлап әлсіреп жүр деп. Сондықтан да жастарға айтарымыз, соның ішінде бүлдіршін, соның ішінде жасөспірім балаларға бірінші алдымен негізгі қағидаттарды өздеріңіздің бойларына сіңіріп алыңыздар. Қадам жасаңыздар, сосын барып рухани оразаның мағынасын түсінгесін барып, соған қадам жасайсыз деген бағытта ғой. Сен өзің дайын болмасаң, ол дайын болмаған нәрсені ешқашан түбінде жетістікке жеткізбейді ол нәрсе. Кез келген, мысалға, жолға шығу үшін де көлігіңді дайындайсың. Көлігің болмаса, жолға керекті азық түлігіңді дайындайсың. Жоқ, мен жолға шықтым, болды, ары қарай деп, ешқандай дайындықсыз шығып кетсең, жолда қаласың. Яғни бір нәрседе жетістікке жету үшін дайындық керек. Ол жаңағы қай бағытта да, яғни біз осы ұстанып жүрген ислам жолында да бізге дайындықсыз еш нәрсе болмайды. Ол дайындықсыз нәрсе жаңағы соңында оны жеккөрінішті қылумен аяқталады. Жақсы. Екінші бір өзекті мәселе жастар арасында талақ мәселесі. Талақтың темірдей тәртібін сақтай алмай, көптеген некенің бұзылуын көріп жүрміз. Сөзінің шыны керек, жаңағыдай менің тіпті замандас құрбыластарымда болды.
заңды некеге тұрмай жаңағыдай бас қосып отбасы боламыз деп кейін жарты жылға жарамай талақ деп айтып тастап кетті деді. Міне осы да жаңа өзіңіз айтып отырған исламға деген кері жаңағыдай бір енді жеркенішті деп айтуға да қорқам өзім. Бірақ сондай бір бағытта көрсететін көріністер болып қалады. Осыған жастарға не айтарыңыз бар? Бабаларымыздың бір керемет бір сөзі бар. Не дейді? Саналы адамның адасып жүргені қауіпті емес дейді. Саналы адам қанша адасса да түбінде бір жолын табады ол дейді. Әйтеуір өйткені оның санасы бар, ізденісі бар адам дейді. Ең қауіптісі санасыз адамның тура жолда болған дейді. Негізі біз мән бермейміз, мән беріп қарайтын болсақ өте ауыр сөз. Мысалға, мен тура жолдам. Мен санасыз болсам, мына тура жолды бүткіл әлемге жек көрінішті қылып көрсетемін. Яғни, санасыздықпен мен тура жолды жек көрінішті қылып көрсету арқылы тура жолды құртам мен керісінше. Туралықты, ақиқатты бұзам. Ал енді саналы адам адасып жүрсе, ол түптің түбінде ақиқатты ол тауып алады, ізденісі бар адам. Сондықтан жаңағы қазақтың осы бір қағидасы, жаңағы саналы адамның адасқанына қарағанда санасыз адамның тура жолда болғаны қауіптірек деп. Яғни тура жолға ол әрине отбасын құру шариғатымыз бұйырған, отбасын ол ұрпақ тәрбиелеу, ол жаңағы халқымыздың көп болу үшін еңбек ету, бұл әрине жақсы нәрсе. Бірақ бұл жақсылықтың артында жаңағыдай бір жек көрініштілік алып баратын нәрсе. Яғни бір шариғаттың қойып қойған қағидасын ойынға айналдыру, ойыншылыққа айналдыру. Бұл тура жолды насихаттау болып саналмайды. Бұл күнә ма? Керісінше бұл күнә. Ашық жариялап айта аламыз. Неге күнә? Өйткені сен өзіңде қыз асырап, қыз бағып, қыз мәпелеп отырған адамсың. Енді ерден ол қыз сенің де қызың бой жетеді. Сен қалайсың ба? Қуыршақ сияқты талағын берді да тастап кетті. Осыны қалайсың ба? Бұл нәрсе ешкім қаламайтын нәрсе. Яғни, мынау қазіргі бір көрсе қызарлықпен алып ертеңгі талақ беруге дайындалып жүретін адам, пайғамбарымыздың тағы бір өте бір үлкен дұғасы бар, көп жасаған. Сол айтады: Аллахым, мені жетім мен жесірдің көз жасынан сақта дейді. Ана сол кезде дінді жойып жіберу үшін соғыс асырып, мұсылмандарға қарсы соғысып жатқан кезде бір мұсылман өмірден өтіп кетсе, сол соғыста пайғамбарымыз сол өмірден өткен мұсылманның отбасы, бала шағасын жайғастырмайынша өзінің үйіне кірмейтін еді дейді. Ана жетім мен жесірді жайғастырып, оның жаңағы жетімнің көзін сүртіп, жесірдің жаңағы жағдайын жасап барып, содан кейін барып өзінің үйіне келіп, өзінің бала шағасына келетін еді дейді. Яғни қарап тұрсақ, біз әрбір мұсылман, ол пайғамбарымыздың сүннетімен, жолымен жүреміз деген әрбір мұсылман осы қағиданы ұстану керек. Не істеу керек? Жетімді жылатпау керек, жесірді қаңғыртпау керек. Ал енді біз қараңыз, осы пайғамбардың жолымен жүреміз дейміз де, өзіміздің баламызды тірідей жетім қылып, өзіміздің жаңағы ойбай сүйем, күйем, жаным, айым, күнім деп алып алған жарымызды күн аралатпай жесір қылып жіберіп, оны біреудің алдына жәутеңдеткізіп қол жайғызып қою, бұл өте үлкен күнә деп айтуымызға жеткілікті нәрсе. Сен адал жар етіп некеңді қиып алдың ба, басыңа қандай қиыншылық түссе де сабыр ет, шыда, сонымен өміріңді өткізуге дайын бол. Біз мысалға қазақпыз, бәріміз айтамыз, әрбір қазақтың жігіті айтады мысалға, жігіттің екі сөйлеген өлген дейді. Сен де жігіт емессің бе? Сен бір қазақтың әп-әдемі бір қызына мен сені жақсы көрем деп айттың ғой. Енді сен екі сөйлеме. Дұрыс. Негізі Бақытжан аға, бұл сұрақ, мәселен бұл эфирді тыңдаған кезде енді қалай болар, қандай сұрақ, қандай жауап деп ойлайтын болар. Енді шынымен де айтыла қоймайтын, жаңағыдай көпке айтыла қоймайтын мәселелер болар. Бірақ біз бұны айтып отырмыз. Өйткені қазір шынымен де қоғамда бұл орын алып отырған жағдай. Ол жаңағыдай тек қана сіз айтып кеткен, жаңа мен қозғаған мұсылман жолында, жаңа сіз айтқан тура жолда жүріп, имандық жаңағыдай
дін жолында жүрген азаматтар емес, жалпы қоғамда орын алып отырған өзекті мәселе. Сондықтан да ойыңызды ашық жеткізгеніңіз үшін рахмет. Осы ойды тыңдаған әрбір азамат пен азаматша осыдан бір қорытынды шығарады деген ойдамыз. Келесі бір сұрағымыз, қыздарымыздың қара жамылып жүруі. Қысқаша қайырсаңыз. Енді дінде бір киім үлгісі деген нәрсе жоқ. Дін бізге бұйырады, ұятты жеріңді жап деп бұйырады. Оны қара киіммен жап, не болмаса ақ киіммен жап, не болмаса қызыл киіммен жап, не болмаса дегенде қолыңа түскен мүмкіндігің болған киіммен әуретіңді жап деп бұйырды. Болды. Енді оны келіп жаңағы тек қана бір түске қылып бөліп, яғни қара түске апару, бұл діннің ережесі емес. Ол пайғамбарымыздың хадисінде де келіп жатқан жоқ, не болмаса Құранның аятында да қара киім киіңдер деген ереже жоқ. Еш жерде жазылмаған. Я, еш жерде Құранның аятында да қара киім киіңдер деп, әуретіңді жабыңдар деп Құранда жазылды. Әуретті жабу туралы пайғамбарымыздың хадисінде келді. Бұл осы қойып қойған шекара. Қойып қойған шекара. Яғни сен оны қандай киіммен жапсаң да, ал енді бұл жаңағы мысалға қарайтын болсақ, біздің аталарымыз мысалға өзіміздің неге шөп шабуға барған кезде қалың киім, фуфайка киіп алады. Ол киіммен шөп шабуға бір жеңіл болатыны, ана бір терлеп тер ана мақтаға сіңгеннен кейін ана киім, қалың киім бір холодильникке айналады. Адамның денесі керісінше салқын болып тұрады. Күн ыстықта қанша киіп алса да кер. Бұл не жағдайға байланысты туындаған. Тура сол сияқты кейбір араб елдерінде күннен қорғанудың бірден бір несі сол қара киім кию болды. Ол бір ұлттық құндылығын әкеліп, оны бір діннің ережесі көрсету, бұл жаңағы дініміздің кең сара жолын тарылтып көрсету. Ана имам Әбу Ханифа, біздің осы Ханафи мазхабының ұстазы туралы айтылған кезде мынандай бір ережені айтады. Кімде-кім Әбу Ханифа тура жолда емес, Әбу Ханифа адасқан, Әбу Ханифаның айтқанын дұрыс емес деп айтқан адамдар дейді. Олар Әбу Ханифаның кең ілімін өздерінің тар санасына сыйғыза алмаған адамдардың сөзі деп. Сол сияқты мына исламның кең жолын қанша жаңағыдай бір ережемен, қағидамен тарылтамыз дегенмен, бұл тарылтуға қазақ қоғамы келікпейді, елікпейді. Өйткені қазақтың қоғамы, қазақ даласы мынау исламды насихаттауда бір өзіндік ереже қойған, исламды көрсетуде өзіндік жолын көрсетіп қойған дәстүрге, құндылығы сақталған халық болғандықтан, бұл қағидамен қазақ баласы ол бір аз ғана кезеңге жүретін болар, бірақ негізінде бұл жаңағы қара киім түпнің қалып кететін нәрсе. Дұрыс, біздің қазақ қыздарымыздың киім үлгісі сол кезде емін еркін, жаңа сіз айтқандай жабық, бірақ өте әдемі, әшекеленген, жаңағыдай тарихқа көз жүгіртсек те, әрбір қыз баланың жас ерекшелігіне сай өзінің киімі болған, әйел адамның киімі болған. Сондықтан да бүгінгі эфирді тыңдап отырған, әлеуметтік желіде көріп отырған жастар, соның ішінде қыз балалар, замандастар, осы бір ұғымды өзіміз дұрыстап түсініп алсақ екен. Яғни дінде ешқандай ереже жоқ. Дінде ең бастысы өзіңіздің, жаңа Бақытжан ағамыз айтып кеткендей, ұят болмасын бағытында киінуіміз қажет. Тағы бір өзекті мәселе бар қоғамда. Балалары намаз оқиды, бірақ енді ата-анамыздың көбі Кеңес одағында тәрбиеленіп, сол заманның заңымен өмір сүрген адамдар. Кейде болады, кәдімгідей ащы суды да ұрттап қоятындары болады. Бір жаңағыдай отырыстары да болады. Сол кезде бала әкесіне ақыл үйретеді. Оны көтере алмайтын әке болады. Әкесін тыңдата алмаған баланың кәдімгідей үйдегі бір психологиялық тұрғыда жаңағыдай орын алып отырады көріністер. Қазақта жақсы сөз бар, ата-анан тентек болса байлап бақ дейді. Міне осы тұрғыда сондай жастарға қандай ақыл берер едіңіз? Сондай ата-аналарға не айтар едіңіз? Бірінші енді
жастарға айтатынымыз, біздің қазақтың несінде, ережесінде, қазақтың қағидасында ешқашан бала әкені тәрбиелеген емес. Бала, ол шариғатымызда да бала әкені үйретуші емес, бала ол әкеге қызмет көрсетуші тұлға. Пайғамбарымыз өзінің хадисінде айтады ғой, сенің тапқан дүниеңде сен де әкеңдікесің деп. Жаңа біреу әкем менің тапқан дүниемді осылай жаратып қойып жатыр, әкем менің әкеп бергенімді туған туыстарына сыйлап жіберіп жатыр, сөйтіп менің малымды қалай болса солай шашып жатыр, әкеме қой деп айтыңызшы деген кезде, жаңа пайғамбарымыз осы сөзді айтады. Сен де сенің дүниеңде әкеңдікесің бар дейді. Әкең оны қалай пайдаланса өзі біледі деп. Яғни бұл ненің шариғаттың ережесінде бала ешқашан әкені тәрбиелемейді, ата-ананы тәрбиелемейді. Егер бала жаңағы намаз оқып бастаған бала, ол ата-анам намаз оқымады екен деп оған қарсы шығып оны тәрбиелеймін десе, бұл бала қателесті. Күнә ма? Күнә емес, егер күнәға айналады қай уақытта ол бала әкеге қарсы шығып бастаса. Мысалға, Құранда Ибрахим пайғамбардың мысалы келтіріледі. Ибрахим пайғамбардың әкесі пұт жасап сататын кісі болған. Ибрахим пайғамбарға сол әкесі келіп, мынаны деп өзі жаңа қолдан жасаған пұтты базарға апарып сатып кел деп жіберетін болған. Қараңыз енді, әке қолдан Құдай жасап сатып жүрген біреу. Бала Алланың қалаулы құлы. Енді осы балаға әке өзінің дұрыс емес істеп жатқан ісін барып жаңағы сатып келуді бұйырған кезде, бала Ибрахим пайғамбар атаға әкеге қарсы шыққан жоқ. Істеді, әкенің тапсырмасын жаңағы орындап базарға жаңағы затты алып шықты сатуға. Бірақ базарда сатып жүрген кезде не дейді? Мынау бір құнсыз, саған ешқандай пайдасы жоқ, мылқау, меңіреу бір мүсін, сенің не айтқаныңды түсінбейді, не саған не жақсылық бермейді, керісінше қалтаңдағы ақшаңа шығын келтіргені болмаса бір пайдасы жоқ, бір мына мылқау дүниені сатып алатын адам бар ма деп, жаңағы қолдан жасалған пұттың бір мылқау, меңіреу бір зат екенін насихатын жүргізіп жүрді. Бірақ қарасаң, әкеге қарсы шығып жатқан жоқ. Пайғамбар, бұл бізге үлгі. Құранда Алла Тағала осы пайғамбардың әкесіне жаңағы қате жолда жүрген әкеге жасаған бір қызметін біздерге үлгі қылып көрсету арқылы Алла Тағала біздерді тәрбиелеп жатыр. Сен әкенің ешқашан айтқанынан шықпа. Өйткені Құранда былай дейді: Аллаға ешқандай серік қоспай құлшылық етіңдер, және ата-ананы құрметтеңдер дейді. Міне, осы екеуін ғалымдарымыз айтады, егер кімде-кім ата-анасын құрметтемей оған қарсы келіп құлшылық жасаса, оның құлшылығы қабыл емес дейді. Ал енді кім мына құлшылықты жасаған жоқ, бірақ иіліп төгіліп ата-анаға қызмет жасап жатса, бұның мына ата-анаға жасап жатқан қызметінен де қайыр жоқ дейді. Екеуі бірдей жүру керек дейді. Қатар жүрген кезде, егіз жүрген кезде бұл нәтижесін береді. Сондықтан мен енді қазір жаңадан намаз бастап жатқан жастарға айтатыным, әкені насихаттаушы біз емеспіз. Мен мысалға өзімнің әкем кітап оқуды жақсы көрді. Әлі де кезінде, жас кезінде күніне бір кітап оқитын әкем. Сол кісінің қасында жүріп кітап оқып үйрендім мен. Сол кісінің жаңа ана ит пен бала қораған жерде өш деген ана ережеге сай жасаған амалына қазір кейде таңғалып қараймын. Өзінің оқитын кітабын тығып бітетін еді. Соның тығып қойған кітабын іздеп жүріп оқитын едім. Содан сөйтіп мен ана кітапты тығып қою арқылы маған кітап оқуға деген махаббатымды ашты деп айтсам болады. Соны мен мысалға енді сол намаз оқып бастаған кезімізде әкеміз намаз оқымайды. Мен не істедім? Оған барбай, әке не істеп жүрсің? Мен имамның әкесісің ғой, сен мына намаз оқымай жүргенің қалай болады деп айтқан жоқпын. Мен үйге тек қана жаңа намаз оқып үйренейік деген кітаптарды әкеп қоямын. Жаңа намаз туралы жақсы жазылған кітаптарды әкеп қоямын. Аш жерде тұрады, әкем алады да оқиды. Соны бір күні маған жаңа намаз оқысын, маған ақыл айтады: балам, сен мына жерде байқап қалдым, негізі намазды былай оқиды екен ғой дейді. Иә, әке, дұрыс айттыңыз, мен демек бұл жерден қате жіберген екенмін. Яғни мені әкеге емес, әке маған жаңағы үйреткендей болып, бірте-бірте әке де, ана да бәріміз бірге намаз оқып үйреніп кеттік. Жастар, Бақытжан ағаның осы айтқан сөздерін кәдімгідей құлаққа іліп аларсыздар деген ойдамыз. Әрқашанда ата-анаға деген құрмет биік тұру керек. Әрине. Енді біздің дәстүрлі сұрағымыз біздің көрермендерге, тыңдаушыларымызға, соның ішіне жастар аудиториясына қандай 3 кітапты оқуға кеңес берер едіңіз? Енді бұл сұрақтан сәл бір ұяттылаумын.
ұяттылау дейтін себебін жаңа айттым ғой. Кезінде әкенің қасында жүріп, кітапқа деген өте жақсы бір зейінмен оқыдым. Әлі де, бірақ қазіргі кезде мен өзімді бір айыптайтыным, көбінесе тек қана дін саласындағы кітаптарды ғана оқумен айналысып кеттім. Сөйтіп, кей кездерде өзімде байқаймын. Кейбір жаңа тек қана діни кітапты оқып жүрген адамдардың уағыз айтқан кездерінде бір сөздік қорларының азайып бара жатқанын байқаймын. Сөйтіп, соны ойлаған кезде қайтадан осы бір әдеби кітапты оқиыншы деп өйткені әдеби кітапты көп оқыған адамның сөздік қоры көбейе түседі. Сөйлеген кезде бір сөзді тек қана қайталап отыра бермей, көптеген әртүрлі жаңа бір сөздің мағынасын беретін әртүрлі сөздерді қолдануды үйренесің. Міне, сондықтан мен соңғы кездерде өзім оқып жүрген кітаптар көбінесе діни кітаптар. Бірақ мен енді қазақ қоғамын тәрбиелеген, қазақ қоғамына үлкен серпіліс әкелген кітаптардың әр саладағы өзінің орны бар. Мысалға, кейбіреулер айтып жатады жаңағы, Абайда Махамбеттің екпіні жоқ деп жатады. Махамбеттің өлеңдерінде батырлық тұрады, Абайдың өлеңінен батырлықты көрмейсің деп жатады. Енді сен сол кім, сен бойыңнан нені көргің келеді? Соған қарай бейім бол. Менің әуезім деп осы жазды ғой, осы қазір ұмытып қалдым авторын. Менің әуезім деп үлкен кітап жазды. Сол кезде әуезіп туралы, әуезіптің өзінің жаңағы Абай жолын жазып кеткен әуезіп туралы кітап жазу қалай, ол ауыр емес пе деген кезде, әуезіпті әркім өзінің қалағанынша таниды, мен өзімнің әуезімді жаздым деп айтады. Сол сияқты, мысалға, әркім өзінің болмысын біледі, кім болғысы келеді. Егер бір жаңағы бойынан батырлықты тәрбиелегісі келсе, мен айтам Махамбетті оқы деймін. Бойынан білімді, жаңағы әртүрлі деңгейдегі жан-жақтылықты қаласа, мысалға, Абайды қазіргі зерттеп жатқандар ақын деп зерттейді, композиторлар композитор деп зерттейді, философтар философ деп зерттейді, дінтанушылар дінтанушы ретінде де зерттейді. Яғни жан-жақты. Жан-жақты болғың келсе Абайды оқы. Яғни сен өзіңнің бойыңнан не нәрсені іздейсің, не нәрсе сенің бойыңда жетіспей жүр, сол салада ізденгенің дұрыс. Әр бағытта, мысалға, мен жаңа айтып отырмын ғой, мен өзімніңдегі қателіктерден кей кезде әдеби кітаптарды оқымай қалған кездерінде сол әдеби кітаптарға деген ізденісім артады деп. Енді ең соңғы менің осы әдеби кітаптардың ішінен оқығаным мынау Тарихи Рашиди кітап екен, Мұхаммед Хайдар Дулатидің. Сол кітапты өзім оқып шыққан кезде кәдімгідей қуандым. Енді ол кітапты сатып алудың да өзі бір үлкен тарихы бар. Осы Орал қаласында алғаш келе жатқан кезіміз, қалтамда 16 мың теңге ақшам бар. 4 баламен келе жатырмыз, әйелім 4 баламен келе жатырмыз, 16 мың теңге ақша бар. Тек квартираның, осы квартирада дайындап берген квартира бар, басқа ештеңе жоқ қолымызда. Сөйтіп бір станцияға келген кезде жаңа кітап сатып бір жігіт. Мен де сол кітаптардың ішінен сол кітапты көріп қалдым, қалың кітап. Қанша теңге десем, 8 мың теңге. 8 мың теңге. Сонда айтам, 5 мың теңгеге бересің бе деймін. Саудаластыңыз? Иә. Жолдасым бүйтіп қарайды. Енді біліп тұр ғой қалтадағы қанша ақша бар екенін. Мен деген жоқ, бана бермеймін деді. Бермесең алмаймын, кетіп қал. Кетіп қалған кезде әйелім қуанып қалды. Енді 10 мың теңге деген, енді ана жерден вокзалдан түскеннен кейін де үйге жету үшін де бір 2 мың теңгесі таксиге кетіп қалайын деп тұрған ақша болайын. Бірақ ана бір ары жүрді, бері жүрді, соңғы түсетін станцияға жақындаған кезінде өзі түсейін деп жатыр, енді келді. 5 мың теңге сізге беріп жіберді. Қасымда ары отырып, бері отырып, соңында айтты, алатын болсаң 5 мыңға берейін деді. Ана 5 мың теңгеге ана кітапты алып алдым. Әйелім айтады, ең болмаса қазір мені деп ана жерде дайындық қойған ешкім жоқ. Сен алдыңда қолында бар кітабыңа, ақшаңа кітап ала салдың. Үйге барғаннан кейін тамақ жейміз дейді. Бір бұйырғаны болар еді деп сөйтіп сатып алған кітап еді. Әдеби кітаптардың ішіндегі оқығаным сол кітап болды. Мысалға, қазіргі жастарға айтамын, ол кітапты оқыса, мына қазақы болмысты тануға өте көп пайдасы бар нәрсе. Одан бөлек ол ешқашан қай қоғамда да қалмайтын ол Абайдың еңбектері. Қазақтың тәрбиесіне өте үлкен пайда істейтін. Және қазақы болмысты енді әр ортада, әр өңірде, әр облыстарда өзі бір мақтан етіп айтып жататын еңбектер бар. Бұл деңгейден өтіп кеткен
Махамбетіміз бар, жаңағы Мұқағалиіміз бар, ақындық саласынан келетін болсақ. Енді жазушылық салада осы соңында жақында ғана бізге осы бірге университетте оқыған өзімнен жасы кіші бір інішек, мына Даяғашшы деген кітапты, Нұрған Оларбек деген бауырымыздың Даяғашшы деген кітап. Мына кітаптың соңғы бір әдебиет саласында бір тыңнан жол салған, бір сүреңнен із салған бір не сияқты көрінеді, бір оқылуға да жеңіл екен. Бір қарап өзім оқымаппын, оқып көрейін. Соның ішінде бір қазақы болмыстың көптеген бір қалжың түрінде де басқа түрде де жеткізетін көптеген бір үлгілері кездеседі. Бір сол кітаптарды, яғни бұл жердегі мен айтқым келген нәрсе, мен мына кітап деп бір өзім жақсы көргенді сен де жақсы көр деп айтқым келмейді. Өйткені өзім ол нәрсені өте қатты жек көремін. Мен барған жерлерімде де айтып жүремін. Нені? Мектепте оқушылармен кездесулерде барған кезде айтамын, ешқашан да ережеге бағынбаңдар деймін. Неге? Өйткені кез келген заңы ғылыми жаңалық ережеден шығып кеткен кезде туындаған. Дұрыс бағытта шығып кеткен кезде. Егерде, дұрыс бағыттан шығып кеткен кезде, әрине. Егерде Пифагор өзінің жаңағы мұғалімнің тапсырмасымен ғана жүре берген кезде Пифагордың заңы біздің қоғамда болмайды. Болмас еді. Болмас еді. Тура сол сияқты жаңағы Ом заңы да. Тура кез келген ғылыми жаңалықтарды қарасақ, не істеді? Ана ережеге бағынбайтындардың, сол ережемен жүргісі келмейтіндердің өзі. Мына бір күні бір кісімен екеуміз неге осындай телевидениеге кездесуге барып отырмыз, мен абайтанушымын деді жаңағы кісі келді. Жақсы. Енді сендер имамдар неге мешітте абай туралы айтпайсыңдар дейді. Әйел кісі, енді үлкен кісі шәкірттерімен бірге келіп отыр екен, енді бір сөзге келгім келген жоқ. Соның енді шамамыздың келгенше айтып жатырмыз абай деп, сөйтіп былай отырдым сәл сырылып. Сосын тағы да келді да, енді имамдар осы неге мешіттерде тек қана арабтың нелерін айта бересіңдер, неге абайды оқытпай? Мысалға біздің шәкірттердің бәрі абай туралы жаттап алған. Дұрыс болған, енді сіздер ұстазсыздар, сіздердің үйреткендеріңіз жақсы болар деп тағы да сырылып отырмын, болмады. Соған тұрдым да енді өзім де білмеймін, енді бір не қоймысын айттым. Ал енді сізден бір сұрақты қойыңызшы дедім, қойыңыз дейді. Сіз шәкірттеріңізге өзіңіздің танитын абайды саналарына тықпалап жатсыз ба, жоқ шәкірттеріңіздің абайды қалай танығысы келетінін үйреніп жүрсіз бе деді. Деп қарады да, шәкірттер абайды танымайды, оны біз үйретпесек кім үйретеді? Сіз қай абайды үйретіп жүрсіз деді. Мысалға, мен білетін абайдың сіз аты жөнін ғана білесіз деді. Сіз білетін абайды мен танымаймын да деді. Неге дейді? Мысалға, жаңағыдай абайды біреу философ дейді, абайды біреу ақын дейді, абайды біреу жаңағы жазушы, біреу тағы әр түрлі саласынан таныс. Енді сен өзіңнің, яғни біз менің білетін абайды сендер де осылай деп біліңдер деуіміз, ол жаңағы баланың санасына салынған бір тар шеңбер деп ойлаймын деймін. Біз мысалға Ханафи мәзһабы, әсіресе осы біздің дінімізде негізін қалаған Әбу Ханифаның бір өте үлкен бір қағидасын қойған, кез келген мәселені зерттейтін кезде, кез келген мәселеге жауап беретін кезде шәкірттерінің арасына тастайтын болған. Осы мәселенің жауабын Құраннан, хадистен тауып келіңдер деп. Содан кейін бәрі әртүрлі ізденіп келгеннен кейін әрине мен мынандай дәлелдер таптым, бұның жауабы осындай деп келеді. Ана шәкірт әртүрлі айтып келген кезде солардың барлығын ортақ қылып қорытындылап барып бір мәселені шығаратын болған. Сонда ана мәселені шығарған кезде ешқандай талас тартыс тумайтын болған да. Яғни ортақ пікір арқылы бір шешімге келу. Яғни біз қоғамдағы өзіміздің адам баласы қалай қарай дамығысы келіп жатса, сол саладағы ізденісін арттыру. Мысалға, ана бір күні бір кісінің айтқаны бар, біз қазақтың өзі, қазіргі кезде қазақтың өзі ізденісінің өзі бір түрлі дейді. Ана балалар бар кейбір дейді, сөйлесіп көрсең, бір геодезия саласында жер қыртыстарын зерттегісі келіп тұратын, Қаныш Сәтбаевтың ізін қуғысы келіп тұратын балаларымыз бар дейді. Біз ана космонавтика саласында танысымыз бар болса, ана балалар дейміз, жердің астын зерттегісі келіп тұрған баланы аспанға ұшырып жібереміз дейді. Енді бір бала бар дейді.
керісінше аспанға ұшқысы келіп тұрады дейді. Ананы аламыз да жаңағы медик қылып жібереміз не болмаса тағы басқа өзіміздің. Яғни ынтасын бұрып жібереміз, мәжбүрлеу арқылы. Мәжбүрлейміз. Бұл баланың санасына салынған бір соққы, негізінде біз мән бермейміз. Сондықтан мен жаңағы өзіңіз айтып отырған үш кітапты деген тақырыпты осылай кеңге созып жатқан себебім. Мен енді дәстүрлі сұрағымды өзгертетін боламын. Сізден кейін. Солай айтатын себебім, менің қалауым осындай, сендер де осы нәрсені істеңдер деп айтқым келмейді. Рахмет. Өйткені әр адам өзінің жүрек қалауымен ізденгені бұл үлкен жетістік. Біреудің қалап тұрған нәрсесін ол әлі қалыптаспаған адамға, ізденбеген адамға келіп мені көрсетіп жүрсем, бәлкім ол басқа жағынан, ол мені тыңдап басқа жаққа бұрылып кетіп, бәлкім ол басқа жағынан үлкен бір жаңалық ашу мүмкін, үлкен бір ғылыми жетістікке жету болып тұрған жерінен мен өкінішке орай бұр жіберу мүмкін. Сондықтан мен жаңағы бірақ жолды ашуыңыз мүмкін ғой. Жолды ашуым да мүмкін. Бірақ мен айтамын, сол өзің қалаған бағытыңды ізден. Мысалы, мен өзімнің ұлдарым, студент, қызым студент, бәрін айтам. Мен ертең мына әкемнің таңдауымен мен осы жолды таңдап едім деген сөзді ертең сендер мен өмірден өтіп кеткеннен кейін естіп жүрмейін. Мына әкемнің кесірінен осы жолға түсіп қалып, жүректеріңнің қалауымен қай саланы таңдайсыңдар, соны оқыңдар. Мен осы дін жолында жүрмін, сен де имам бол демеймін. Мен осы жаңағы дінді насихаттап жүрмін, сен де теолог бол, басқа бол деп айтпаймын. Жүрегіңнің қалауы нені қалайды, қай саланы іздейді, сол саланы оқыды. Рахмет Бақытжан аға. Өкінішке орай эфирдің уақыты бар, мерзімі бар. Мен енді жаңа сіз айтқанда ешқашанда үлкеннің сөзін бөлмеген, қарсы шықпаған, сондықтан да сіздің де сөзіңізді бөліп жатқан жоқпын. Барлық айтылған нәрсе шынымен де қоғамға жетсін деген бағытта. Сондықтан да сәл қысқа уақытта үлкен қоғамдағы өзекті жаңағыдай мәселелерге өзіңіздің ойыңызды айтып кеткеніңіз үшін. Бас имам ретінде сіздің сөздеріңіз өте көптеген жастарға шынымен де салмағы бар. Сондықтан да ең бастысы біздің бағдарламамыздың атына сәйкес әр мәселеге турасын айтқан үшін сізге рахмет. Құрметті көрермендер, сіздер біздердің бағдарламамыздан алшақтамаңыздар. Ал бүгінгі біздің бас кейіпкеріміз Батыс Қазақстан облысының бас имамы Бақытжан Құралбайұлы Сабырәлиев. Келесі кездескенше амандықта болайық.